алейкум, урметли телесерджилер, сіз хаберлер информацион программасыны сейретесіні студияда мен Алимек Айбулаева чалшам, вебі шымділік олға малыматларнен таныш етеміз. Бүгін Москва шәрінде Туркияда Русия елшісі Андрей Карловнен ведалышу мерасимі кече. Қырымның яңы вице-премьері белі олды. Қырым ООН Тәшкилатының Генераль Ассамблеясына Украина бойынша резолюция лейхасыны тәфсие етмеге азыр. Бүгін Русияда энергетиклерінің профессиональ байрамы қайдетілі. Қырым Жұмхуриетінде нам қазанған артист Левиза Чалбашева концерт тақдым етті. Бұл ведигер мәліматлар ақында біздің яйнымызда сейретіңіз. Бүгін Москва шәрінде Туркияда Русия елшісі Андрей Карловнен ведалышу мерасимі кече. Андрей Карлов селялы ұжым нәтижесінде вефат етті. Сақлықлашу мерасимінде Русия президенті Владимир Путин иштирак етті. Елшінің хатырасыны Русияда әмде Туркияда әбедейлештірілежек. Себа жесаретлік ве Русия Федерациясының тыш саясетіні бұйық есе қошқаны үшін Владимир Путин Андрей Карловға Русия қараманы унванына берді. Русия елшісінің ады или Анкара шерінің соқағы әмде сергі залы адланычақ. Дипломат Анкарада базар әртесі күні атылып өлдірілді. Русия таққат комитеті инсан өлімінің себебі олған халқара терроризм акты бойынша жинай иш açты. Шымдықы вақытта Москвада бізім телевизион тақымымыз да болуна. Мұхбиріміз Асан Абибулаев телефон бағында Смоленская мейданындан. При Москвы пошла гражданская панихида погибшему послу России в Турции Андрею Карлову. В церемонии прощания принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Также проститься с Карловым пришли глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров, дипломаты, родные и близкие. Каждый желающий может прийти и проститься с российским дипломатом и возложить цветы. Қырым Жұмхурiyet Devlet Şurasında növbеттeki сессия олып кечті. Бұл сессияда реабилитация етілген гражданлар ве саяси репрессияға ұғырағанларға иштимаи ярдым көстеру вақта қанун лейхасы қабыл етілді. Бұндан ғайры Қырымның яңы вице-премьері белі олды. Бұл ерден мұхбиріміз Султане Истакаева. Мушавере кетишатында Қырым Жұмхуриетінің реабилитация етілген гражданлар ве саяси репрессияға оғырағанларға иштимаи ярдым көстеріп ақта қанунға денішмелер кірсетілді. Девлет Шура рейсінің муавины Ремзи Ильясов қайдетті ки, қанун бойынша коммуналь мескен қызметлеріне имтиязлар айрылacak. Hareket ettik ki bu kanunu geçirmeye ve şükür Allah'a dibatmaya mümkün. Kanunu kabul etti. Şunçuk bizimkiler vatandaşlar reabilitированы degende işte. Қышта көмір алсалар, оларға 50% парасын төлейжеклер. Газ мәселесі олсын. Ve başka льготаларын айтқандайын, горячая, холодного деп айталар, отопление, газификация, электрификация деп. Оны да яваш-яваш бұны кетірежеміз біз. Ve қысмет олса, бұл льготаларыны файдаланacağımız. Яқшы çalıştık, Госкомнаста яқшы çalıştık. Мұнда да депутатлар, оларға да çok teşekkürler. Vaziyetini anlap, hepimiz tırıştık bu kanunu kabul etmeye. Bir evi karşı çıkmadı. Қырым Жұмхуриетінің милетлер ара мұнасибетлері ве сүргін етілген гражданлар ішлері бойынша Девлет комитетінің рейсі Заур Смирновның айтқанына көре, бұл қанын Жұмхуриет башы имзалануындан 10 күнден сон çalışы башлажақ. Имтиязларны алмақ үшін гражданлар ос яшаған ерлерінде иштимаи қорчалап қызметіне мұражат етмек кереклер. Предполагается уже законом взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме не более 50% указанного взноса. Мы знаем, что эта норма стала новой для многих квартиросъемщиков. И сегодня уже данная категория граждан, имеющих право пользоваться льготой как реабилитированные, получают возможность оплаты такого взноса в пределах 50%. Также дополнительная норма – это оплата стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению при проживании в домах, не имеющих центрального отопления. То есть те граждане из категории реабилитированных лиц, которые пользуются нецентральным отоплением, проживающих в соответствующих домах, получают право 50% оплаты компенсации за потраченные
ресурсы при приобретении разных видов топлива. Кабул этилген канун лейхасы реабилитация этилген гражданларға қошма иштимаи ярдым көстермеге имкан бережек. Олар бу инсанларға яшайыш шарайтлерini иелештірмеге ve cemaat yaşayışında faal iştirak etmege yardım etерлер. Bundan gayrı toplашунун кетишатында Крым Cumhuriyet Nazirler Şura Reis Muavini vazifesine Павел Королёв tayinlendi. O Rusya Federatsiya İktisadi İnkişaf Sabık Nazir Алексей Уликаевның Muavini vazifesini becereydi. Полагаю, что Bizim işbirligimiz semereli olur. Çok vazifeler benim ogumda koyuldu. Biz bu vazifeler hakkında tafsiyatlıca komitetlerin toplaşığında müzakere etemiz. Men sizin kol tutup ve işançınızını aklamakını etmeye tırışacağım. Крым Cumhuriyet Devlet Şurasının reisi Vladimir Konstantinov Павел Королёвны tecrübeli insan olarak belgiledi. Çünkü o Крым Cumhuriyeti'nin çok vakit faal işbirlik alıp bardı. Опытный чиновник, работал в ведомстве Министерства экономики, очень много взаимодействовал с республикой, имеет опыт становления Крыма в 2014-2015 годах, поэтому выглядит уверенным, опытным чиновником. Вопросы, которые ему делегированы, очень болезненны для Крыма. Это вопросы земельные, имущественные, кадастр. Gelecek hafta ise Devlet Şurası'nın netice sesiyası planlaştırıla. Mebuslar 2017 senenin büdjetini müzakere edecekler. Sultaniyesi Takayeva, Akim Bekirov, Edem İsmailov, millet için. Крым Cumhuriyeti'nin yol başçısı Sergey Aksyonov kaydetti ki 10 teşkilatı General Asambleyasının Крым boyunca rezolütsiyası teşvikat şeklindedir. Bu vesikada real vaziyet akta bir şey yok. Bunun beraber o Ukrayna'da insan hukukları vaziyetine dikkat ayırmağa teklif etti. Sergey Aksyonov aytkanına göre Крым çetel көзетicilerini kabul etmeye hazır eğer buna prezident razılık berse. Saklamağa şey yok deb bildirdi Крым başı. Крым Cumhuriyet Devlet Milletler Komitetining reisi Zaur Smirnov bildirdi ki Крым 10 teşkilatının General Asambleyasına Ukrayna boyunca rezolütsiya loyihasini tavsiye etmeye hazır. И Генеральная Ассамблея ООН. Birinciden Gen Assambleya ve o'zi Ukrayna memleketinde olgan insan hukuklarının vaziyetine dikkat ayırmağa kerekler. Yakında yüz bergen vakalarda bir kere gösterirler Ukraynada aslında insan hukukları hakkında anlam yok. Bu yerde bugün natsizm, faşizm gayleri peyda olan. Kırım'a ait olgan vesikalarga keçsek bu rezolütsiya Krım ailesinin fikirsiz kabul etildi. Onda aslında gerçek şey aytılmay. Hepsi Ukrayna devlet tarafından aytıp yazılgan. Bugün biz Ukraynada insanların hukukları bozulgan vakalar hakkında bilemiz. Onun için biz şimdi onға kerekli vesikanın tizilmesi boyunca çalışamız. Eğer de ular Ukraynada insanların kanunu bozuluğu akta unutkan olsalar, biz elbette bu akta hatırlatarımız. OON Gen Asambleyası bazar ertesi kabul etken rezolütsiyasında Kırım'da insanlar hukukları boyunca vaziyetini halkara seviyede nezaret etmeye çağıra. Leha muallifi olarak Ukrayna çıktı. Бахчисарай шайыры Мира 5 adresi boyunca yerleşken evinin sakinleri bir yıl devamında öz kvartiralarını privatizatsiyadan keçirip olamaylar. Bundan gayrı yerli hakimiyet olarının evinde yerleşken mağazına evsiz insanlar için kızdırıf noktasını yerleştirmege isteyler. Mevzunu Sabriye Halilayeva devam edecek. Çağırılmagan musafirler mağazda yaşayacakları hakkında haber ev sakinlerini rahatsızladı. Herkes hasibetlene çünkü mağazda vade etilgen sportzal yerine evsiz insanlar yaşamakları için yer olacak. Elbette biz hasivet çekemiz. Bizim evimizde çok balalar, nefakatçılar, zayıf, hasta ve sakat insanlar yaşamakta. Keldik görgendeyin paralizasyonun bir yok. Neyrojetemiz, balça düşüp çıktık. Bu 70 kvartiralı evni bir yıl evvelsi repatriantlarga berdiler. Lakin bugüngeçe onların vesikaları privatizatsiyaga yok. Şu sebepten çok problemalar açıla. Bu evnin sakini Eleonora Papikova bildirgenine göre insanlar bu yılı Mart ayında mında koçup kirdiler ve privatizatsiya vesikalarını toplap başladılar. Aprel ayında ise hepsi vesikalar Bahçesaray memuriyetine tapşırıldılar. Lakin bugüngece bu ev sakinleri öz kvartiralarının sahipleri sayılmaylar. Biz öz tarafımızdan Krım yolbaşçısına Sergey Aksyonow'a Ruslan Balbek'e minnetdarlık bildirmege isteyimiz. Bu insanlar tek sürgün etilgen grajdanlar abadanlaştıruvuna degildi. Yarım adamızın hepsi sakin
кемлерге ярдым этелер. Лекин бізім ерлі Бақчысарай мемориетіміз бізім проблемаларымызға аслы да құлақ асмай. Бізім телевизион тақымымыз Мира 5 адлы evні сакинлерінен берабер Бақчысарай мемориетінің башы Александр Трянов кечірген гражданлар қабул етілуіне барды. Лекин бізні ачы көңілінен қаршылағанлары жоқ. Я не имею права снимать. Я просто не вижу документального подтверждения. Ну, вам же сказали. Объяснили порядок, работы. Ну, я говорю, покажите здесь. Пойдемте, я вам покажу. Пойдем. Я вам покажу. Меня трогать не надо. Пойдемте, я вам покажу. Трогать не надо. Пойдем. Давайте, пойдем. Проходите. Невбеттікі сефер инсанлар жевапсыз қайттылар. Ләкин олар умут етелер ки, акимиет векеллері келечекте оларының меселесіне первасыз қалмазылар. Сабрия Халиляева, Энвер Аблазиз, Джемилия Ислямова, Миллет үшін. Украинаның приват банкы девлет мүлкетіне кечті. Девлет малия назирлігі акцияларының 100%-ны сатын алды. Оларның фияты 1 гривна олды. Приват банкның девлетлештірілу қарары кечкен аптаның соңында қабыл етілген еді. Тешкеру нәтижесінде 148 миллиард гривна миқдарында пара етішмемезлігі белгіленді. Sonra Украина президенті Петр Порошенко қайдетті ки, хакимиет приват банкны йоқ етілувден қорчаламаға ниет етелер. Чүнки приват банкның дарқалуы бұтын банк системасы үшін телуке ола біле. Стамбул лиманы Сочи ве Қырым арасында мұнтазам суретте деңіз бағыны фаалештіре. Бұл вақытта Русия Федерациясының акиметі оғынды деңіз коллегиясының топлашуында Русия нақлия назирінің муавины деңіз ве өзен нақлия бойынша федераль агентлікнің ребері Виктор Алерский білдірді. Оның сөзлеріне көре бұйық туроператорлар Русия гражданлары круиз гемелерде умум граждан паспортлары или Стамбулға сияхат етмеклерінің тарафдарлары олалар. Ахмеджитте Қырым халқларының тарихы, дүния цивилизациясының тарихы, яғни история народов Крыма, история мировой цивилизации, Крым на перекрестке цивилизаций. Мевзусында конференция өткерілді. Тедбір Девлет Миллетлер ара комитетінің халқлар достлық евінің ве Қырым федераль университетінің тешеббюслері ile кечірілді. Вернадский адының ташыған Қырым федераль университетінің оджалары ве студентлері, милли мединет мұхтариетінің векиллері ве миллетлері мұнасебетлері ішлері бойынша шер ве район мүтехасыслары конференцияда топландылар. Базы мұсафірлер фахри ярылғар ile тағдирленділер. В ходе работы Милли медини мұхтариетлер чоқ файдалы тедбірлерінің кечіргенini біз Девлет Миллетлері комитеті тарафындан тешкіл еткен сонки конференцияда білдік. Біз ісе өснев бетінде бұңаяны фұрсат бермеге тырышамыз. Бұл фұрсатны амелге кечірмек үшін біз Қырым федераль университетінің оджалары ве студентлерінің дихатыны желіп етеміз. Тедбір черчевесінде тарих, сиясет шынаслық, фельсеве ве мединет шынаслықнен бағлы олған суалер айдынлатылды. Бұнен берабер миллетлері мұнасебетлеріні хавилештірмек суалері олды. История народов Крыма. Халқларның тарихы десек, бірден көз үгімізге әрбір халқының медениеті ве тарихы келе. Бөлек кібі конференциялар сық халқлар достлық еві тарафындан тешкіл олына. Тедбірлер файдалы ве әлбетті тәжірибені арттырмаға селтен бере. Конференция мұсафірлері үшін Қырым халқының медениетінен яқынжа тынышылмақ имканы берілді. Мерасим девамында халқлар достлық еві муэссесінің фаалиеті ақында фильм тақдим етілді. Мухаммед Зикиряев, Мавилей Юб, Руслан Хохлов, Миллет үшін. Декабрьнің 22 күні Русияда энергетиклер өз зенат байрамыны қайдетелер. Оларның ішлері мемлекетіміз ве оның сакинлері үшін пек мұйымдыр. Өз профессиональ байрам күні эпс энергетиклер Қырым акимиетінден, ішдешлерінден, дост ве сойларындан хайрлавларны қабыл еттелер. Bizim hayatımızda energetikaның имиетini зиyadelleştirmek mürekkep. Çünkü onunla yaşayışımız, iqtisadiyetimiz ve ona adlı şarayetlerimiz sıcak ve ışık bağlı. Energetiklerin Zenat bayramı ersene dekabr 22'sinde kaydedilir. Bizim icadi takımımız Akıyarga yol aldı. Anda 22 podstansiya var. Onlardan birisinde Emir İbrahimov çalışa. O 18 yaşlı yigit olganından beri podstansiyada elektrik vazifesini beceri. Bu podstansiya hepsi yanındaki kasabalarını energetika ile temin etti. Обход заключается в выполнении... Бізге ай мақсус форма берелер, ве біз о форманы киіп территорияны тешкереміз. Егерде бірде-бір теракт кебішейден ерлер парчаланған олса, тез хабер етеміз.
Энергетиклер салыққа хафлы олған зена деп айты Эмир Ибрагимов. Озиядече мурекеп иклим шарайтты чалыша. Аварияларын yok etmek вазифесінен сық алда оғыраша. Орловка қасабасында әли сайысы артқаны себебінден 2020 сенегеже подстанция күчі yüкселтілежек. Эмир Ибрагимов подстанция ақта икеи етті. Мы находимся в закрытом распредустройстве 6 киловатт, в котором большая часть оборудования была заменена с масляных выключателей на вакуумных выключателей. Вакуумные выключатели более надежны, безопасны для оперативного персонала и быстрое отключение. Бұл профессионал байрам иле бүгін Ақмечит хадимлеріні де хайырладылар. Электростанция хадимлеріні ярлықлар и бақшышлар иле мүкефатладылар. Я хочу поздравить всех энергетиков. Эпысы энергетиклеріні біздің профессионал байрамларымыз иле қарламаға істейміз. Әркезге сағлық, мұфақетлер, бақ тілейім. Келечек ел іч кемседе проблемер олмасын. Тек позитив. Энергетиклер күні Русияда әді еш күн олғанына бақмадан байрамны тантаналы тарзда қайдетелер. Қырым башы Сергей Аксенов өз Facebook сайфесінде энергетиклеріні хайырлады. О қайдеттегі акиметтің бірінші ерде тұрған вазифесі ішкі генерацияны инкишаф етмектір. Гульнара Каримова, Сабрия Халиляева, Энвер Аблязиз, Аким Бекиров, Миллет үшін. Ахмечитте Чайковский адыны ташыған музыка оқув юртының вокал санат бөлігінде Қырым Жұмхуриетінде нам қазанған артист Левиза Чалбашеваның тантаналы концерті олып кечті. Концерт кетішатында рус, четел, Қырым татар ве Украин бестекерларының әсерлері яңғырады. Мерасимде бізім телевизион тақымымызда болунды. Удивительный Крым адлы концертте вокал бөлігінің 1-4 курс студентлері иштирак еттілер. 4 курс студенті Мерием Селимованың фікіріне көре Левиза Чалбашева юксек ихтисаслы оджадыр. О Крым татар классик музыкасына севга ашлай. Левиза Ризаевна, она преподает. Левиза Ризаевна Қырым татар музыканы бізге огрете. Қырым татар халқының әсерлеріні біз мемнюниетлікнен огренеміз. Ве бізім халқымыздың урф-адетлеріні, тіліні ве тарихыны ешбір вақыт ұнутмаймыз. 4 курс студенті Надежда Ионова білдірді ке Левиза Чалбашева оны әр вақыт аңлай, она қол тута весесін инкишаф еттірмеге ярдым бере. Она очень добрая, очень ласковая. Левиза оча пек мераметлі ве назик. Дерслерде әр вақыт яқшы сөзлер бізге айта. Біз бір-бірімізні аңлаймыз ве оча оларақ о ән яқшы. Левиза ханымны хайырламақ ве концертте чықышта болынмақ үшін Қырым Жұмхуриетінде нам қазанған артист Назире Эмирде келді. О қайдетті ки олар Левиза Чалбашеванен чоқ еллар девамында танышлар. Она, помимо того, что... Ой, джади ве пек яқшы инсандыр. О шакси әрбір студентнен чалыша. Әрбіріне джади имкениетлерін açmaq үшін ярдым бере. Қырым Жұмхуриетінде нам қазанған артист Левиза Чалбашева айтты ки ерларны әрдайым туған Қырым татар тілінде тақдим етмеге ве Қырым татар классик музыкасы вастасынен ватан перверлік дойғысына ашламаға тырыша. Мои студенты... Менің студентлерім Қырым татар репертуарларны чоқ ерлайлер. Bizim Қырым татар классик музыкадан ватан перверлік дойғысына ашламаға тырыша. Студентлерім бегенелер ве мемнюниетлікнен bu eserlerini icra eteyler. Левиза Чалбашева ана ватан ве күчук ватан аңламларыны шири сатырларнен бірлештіріп, удивительный Крым мевзусына айдынлатты. Султания Еситакаева, Энвер Аблязиз, Миллет үшін. Жымдылық болған мәліматларымыз еді. Саат 20:30-да Фадиме Сейтмамут иле хаберлер информацион программасының рус тілінде кечі қышына қачырманыз. Біз иле олыңыз, көршмек үзре, сақлықнен қалыңыз.